Бұл мектеп халқымыздың білімге ұмтылысын көрсеткен қасиетті орын. 20 ғасырдың басында ата-бабаларымыз өз дәулетін білім жолына арнап, қазақтың талай зиялыларын тәрбиеледі. Енді бұл мектеп жас ұрпаққа аманат. Сіздер оны сақтап, дамытып, ғылым мен мәдениеттің ордасына айналдыруларыңыз керек. Білімді ұрпақ ұлттың тірегі. Аманатқа адал болайық. Аманат, аманат, аманат. Сәлем достар. Бүгін біз Маман Тұрысбектің Қарағаштан ашқан білім ордасы соны дәріптеу мақсатында конкурс өтіп жатыр. Соған орай Ақсу ауылындағы Маман орта мектебіне келіп қалдық. Жалпы бірінші турда осы Маман Тұрысбектің ашқан мектебінен түлеп шыққан, ұстаз жолын қуған, тарихта қалған ұстаздар жайлы ұлықтау. Біз Медетбеков Рақымжан Әлімжанұлын алып дәріптедік. Ал мынау сол жерде арналған музей екен. Маман мектебінен алғашқы ұшқан түлектер. Осының ішінде енді әрине Ильяс Жансүгіров, Біләл Сүлеевті танып тұрмыз. Сонымен қатар Мәки Еркінбеков, Мейірман Ермектасов, өзімнің туған ауылымнан шыққан тұлғалар. Шежіре тарихымыздың алтын діңгегі деп мына жерде толық көрсетілген екен. Сонымен қатар Маман мектебінің мұғалімдері тізімін көрсетіп қойған екен. Тұрысбек Маманұлы 1844 жылы дүниеге келіп, 1904 жылы дүниеден өткен екен. Абай Құнанбаевтың замандасы десек болады. Дәл сол кезеңде шығыс өңірінде арғын руынан шыққан, тобықтыдан тараған Абайдың замандасы. Осы Жетісу өңірінде өз мектебін алғаш шаңырағын қалаған біздің тарихи тұлғамыздың бірі. Жалпы Найман, Матай, Қаптағай, Бөрібай, Қыдырайлы, Құлшан дейді. Соның ішінде Қыдырайлыдан тарайды. Дөсет, Қалқабай. Қалқабайдан бірнеше бала бар, соның бірі Маман және Медетбек. Ал біздің ауылымызда директорлық қызмет атқарған Медетбеков Рақымжан ағамыз, яғни осы Маман Тұрысбектің яғни шөбересі десек болады. Осы шежіреде көрсетіліп тұр. Ал мынау Ақсу ауылындағы жалпы Қарағаш мектебінің макеті. Қарағаш мектебі деп аталу себебі жан жағына қарағаш талын еккендіктен Қарағаш деп аталып кеткен екен. Яғни мектеп 1899 жылы салынған. Бүгін осындай конкурста жүріп, өзіміздің жеріміздің, еліміздің тарихымен танысып жатқан жайымыз бар. Осы өңірде тұрсақ та аса мән бермей жүретініміз рас, мойындаймын. Енді болашақта осыны қолға алып, осындай конкурстың ұйымдастырылғаны біздің білімімізді толықтырып жатқанын байқатады. Маман Тұрысбекке қатысты мұражайда мынандай шежіре ілінген екен. Жаңағы түсіндіріп кеткенді толықтырып кетсем. Яғни ұраны Қаптағай, Бөрібай, таңбасы Босаға дейді. Найман, Матай, Қаптағай, Бөрібай, Қыдырәлі, Дөсет, Қалқабай, Маман. Осы Қалқабайдан Медетбек тарап, сол кісінің ұрпақтары да Қызылту өңірінде мұғалімдік қызмет атқарғаны жайлы біз қорғадық. Яғни Қалқабайдың Маман, Медетбек тағы да басқа балалар болады. Ал Маманға қатысты шежірені былай көрсеткен екен. Маманның баласы Тұрысбек, ем берген, Құдай берген, Тәңір берген Сұлтанқұл, Айт Мұхамбет, алда берген. Мына шежірелерден әркім өзін тауып алады ау.